Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келіп, 1961 жылы 27 маусымда Мәскеуде қайтыс болады. Үйегі Алматы қаласында жерленген. Мұхтар атасы Әуезов пен әжесі Дінасылдың тәрбиесінде өскен. Әуезов жазушы Аймауытовпен бірлесіп, Семейде Абай журналын шығаруға қатысады. Жазушының Қорғансудың күні, қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, кінәмшіл бой жеткен, қаралы сұлу, тағы басқа әңгімелері, қараш-қараш оқиғасы повесі, қилы заман романы мен әлем әдебиетінің озық үлгісіне айналған Абай жолы роман эпопеясы, Хан кене, Дын сағатта, Намыс гвардиясы, тағы басқа пьесалары бар.